Вот, үнемі Барсаға күлесіңдер. Жүрғани Юве, постоянно Лион, Аякс, Портулардан өте алмай. Күлсең кәрге күл дейді. Как раз старая сеньора. Кеше 2-1 тартысты матч болды. Алдымен Порту және Ювентуске тоқталайық. Байқайым, соңғы уақыттар қорғаушылар мен қақпашылар жиі шайып кететін болыпты. Кешеде сондай жағдай. Айтпақшы, привоз деген ұғымға синоним таппай жүретін. Жақсы болды Бентанкур. Оның қателігі есепті жылдам ашып берді. Короче, за чаем ушел, пришел, а тут это. Сенің ебедейсіз досың. Есеп ашқан Мехди Тареми 2013 жылдан бері плей-оффта тіркелген ең жылдам гол. Оған бар болғаны 63 секунд қажет болған екен. Ал Бентанкурге голевой пас шығару үшін 63 секунд керек болыпты. Тареми өткен маусымда Рио Аведе голды қарша бұратып, биыл ғана Порту сапына ауысқан еді. Ал енді міне Элчида бір-біріне соқтығысып жүрген Ювеге соқты. Сенің пысық роднойың. Реал фанаттарына ностальгия сыйлайын ба? Ал еріксіз көзге жас алыңдар. Ман Сити жеңді. Қоя тұрш. Короче, екінші рет чайға кеткен мо, келсем мұнау. Бұл жолы гол екінші таймның 19 секундында соғылды. Перлоның ойынын ұққан сияқтымын. Гол авторы Муса Марега, Гарри Харламовты. Войтех Шенсниді екінші рет тесті. Черная дыра была здесь до меня, подожди, смотри. Андорра Каролин іздейміз. Соңғы рет Ромаға гол соққан. Ерекше белгісі дейсің бе? Пенальти жақсы көреді. Бұл ойында микроскоп қажет болды. Не үшін? Қалай не үшін? Роналдуды іздеу үшін. Штрафнойда да жоқ, пенальтиде де жоқ. Алматыда жоқ, Астанада жоқ. Ерке Есмаханның Роналдуды неліктен таппай жүргендігін енді түсіндім. Неме осы Ерке азға жан күйір ма? Кімге дейсің? Азалқмарға. Роналду демекші. Соңғы 3 маусымда ол алғаш рет Юве үшін Элчи плей-оффында гол соқпады. Одан қалса кеше Портуға қарсы ойында небәрі бір ғана створ жасап. Ал сендер Мессиге күлесіңдер. Алматыда жоқ, Астанада жоқ. Көрінбей жүріп, ойынның соңында емшек сұраған баладай Роналду төрешеден пенальти талап етті. Сен зорладың ба? Сен вышел. Сіз ойыңызды жазыңыз, пенальтиге лайықты ма? Әлде контакт болмады ма? Пару слов туда-сюда сделай. Ман Сити! Күте тұр. Кеше Мбаппені хет-тригінен тамаша мотивация алған Холланд дубль жасап, Дортмундқа тамаша бастама жасап бер. Эрлинг Холланд Элчи тарихында өзінің алғашқы 13 ойында 18 гол соққан тұңғыш ойыншы. Ал жалпы осы маусымда Элчида 5 матч өткізіп 8 гол ұрып тастады. Бар жоғы 2 маусымда қиратуда барлық статистикаларды. Машина. Екідайлы көңіл күйдемін. Аңыздар кетіп барат орын тастап. Осы өкінішісі. Ал қуантарынға олардың орнына жаңа толқындар келе жатыр. Орындарын лайықты басалатындай. Бұрын ойлайтынмын, Месси мен Рон кетсе футбол не болады деп. Үміт бар екен. Рахмет, легендалар. Сәттілік, болашақ легендалар. Бұл ойында Севильяда соңына дейін күресті. Молодцы. Сусоның голы қандай тамаша. Ал Де Йонгтың голы арқылы мінезді екендіктерін дәлелдеді. Бірақ Севильянікі анық қой, жыл сайын өздерінің сүйікті турнирі Еуропа лигасына асығады. Бірақ екінші ойынды көре жатармыз. Интрига бар кішігірім. Все-таки 1-4 емес қой. Бетіңе күлі қараған сай. Ал Сити. Айтшал. Олардың жеңіске жетіп келе жатқанына 17 матч болды. Арсенал рекордына дейін 3 матч қалды. Кімді жеңді? Эвертонда. Вау. Таза шабуылшысы болмаса да. Оларды екінші орыннан 10 ұпай бөліп тұр. Чемпион ба олар АПЛ-да уже? АПЛ-ды қоя берші, қалалықтар Элчиның фавориті осы. Сенің қаладан келген досың. Чатарда сүйіп жатыңдар. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.